Ассалаумалейкум, Домбыра Азия көрермендері. Бүгінгі видео сабақты Бауброн күйіне арнаймыз. Бастамай жатып еске салатын жайт бар. Домбыра.Азия сайтымызда домбыра үйрену толық видео курсы бар. Домбыра сайтымызға кіріп, тегін үйренсеңіздер болады. Яғни толық дегенде домбырамен таныстыру, бір домбыра қалай бұрау келтіру керек, оң қол, сол қол қалай ұстау керек, қалай отыру керек, соның бәрі толық түсіндіріледі. Және де екінші айтатын нәрсе бар, ол домбыра алам десеңіздер, сайтымызда онлайн дүкен бар, осындай домбыра сатамыз. Сайтымызға өтіп, тапсырыс берсеңіз болады, және де Қазақстанның қай жерінде болсаңыздар да тегін жеткізу. Бауброн күйі үйрену барысы үш бөлікке бөлдік, үш бөлімнен тұрады. Енді айта кететін нәрсе қағыстар. Қағыстар қандай болады? Тез көрсетіп кетейін. Көбінесе болатын қағаз осындай. Қағыстар жай тартса осылай болады. Сосын арасында төмен жоғары қағыстар бар. Ол өте оң қағыстар. Бірақ енді айтатын нәрсе, Баубронға видео сабаққа кіріспей жатып, бірінші осы қағыстарды оң қолыңызға үйретіп алыңыз. Сол қолмен домбыраны ұстап, жай тарта беріңіз. Әбден қол үйренгеннен кейін жайлап кірісе берсеңіздер болады. Ал біз кеттік, бастаймыз. Бірінші бөлімді тезірек айтқанда осылай болады. Бірінші бөлім.
Бірінші бөлім соңы қорытындылай кетсек, айта кететін нәрсе кейбір жерлерде. Мысалы, мына жер теңгізер. Жай тартқанда бүйтіп тартылым жана. Мына жер қағыс болмайды, тек қана екінші саусақпен қатты ұрасыз деген дыбыс шығу керек. Осы бірінші. Сосын тағы айтатын нәрсе, ең соңғы жағында мына жер бар. Теңгізе. Перне алыс саусақ жету үшін мына жерге сүйекті шығару керексіз. Бүйтіп тұрмау керек. Мына жетпейді. Соны бүйтіп шығарасыз, сіз оңай жетеді. Тартқан кезде уже дайындап тұрасыз, мына жерін бүйтіп тіреп тұрасыз, сосын жеткізе аласыз. Екінші бөлім тезірек айтқанда болады. Жаңа бірінші бөлім бүйтіп бітірдік. Ең соң қаған жоғары қағыс болады. Десе бірден межеге түсесіз. Яғни былай болады. Бірінші бөлім соңға былай бітеді. Яғни байқағаныңыздай соңғы жақтарында бірінші бөлім мен екінші бөлім бәрі ұқсас болады бір-біріне. Ең басынан дұрыстап үйреніп алсаңыз ары оңай болады. Кеттік.
Үшінші бөлімге түспес бұрын тезек тартып берейін, түсінікті болу үшін. Яғни екінші бөлімде былай отырдық. Бітіреміз де, жүгірсеміз. Кеттік. Осымен балбырауын күйінің видео сабағы тамамдалды. Сіздерге айтатын нәрсе, өте асықпай тартып, бірінші бөлімін толық үйреніп алсаңыздар, жақсы үйреніп алсаңыздар, ары қарай екінші, үшінші бөлімдер оңай болады. Кейбір жерлерде тест атып отқан болсам, ютубта сондай бір несі бар, функция бар, видеоны жай жүргізетін. Одан сайын жай жүргізіп, үйренуге өте оңай болады. Егер домбыраны енді жаңа қолыңызға алып үйреніп отырсаңыздар, сізге айтар кеңесім, бізде домбыра.az сайтында толық видео курс бар. Соны үйреніп алып, сосын барып күйге үйренсеңіздер өте жақсы болады. Сәттілік.